Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен бірге шахмат ойындағы король фигурасының жүру ережесімен танысамыз. Король фигурасы шахмат ойында ең басты және ең құнды фигура болып есептеледі. Сол себепті бұл фигура шахмат тақтасында ойынның соңына дейін тұрады. Бұл фигураны шахмат тақтасынан алып тастауға болмайды. Шахмат ойында король фигурасы кез келген бағытқа бір торға орын ауыстыра алады. Бұл жерде шахмат тақтасындағы король фигурасының жанында 8 тор орналасқан. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бұл жерде король фигурасы 8 бағытта орналасқан торлардың ішінде қалаған бір торға орын ауыстыра алады. Мысалы, осылай. Келесі позицияда король фигурасы шахмат тақтасының бұрышында орналасқан. Бұл жерде король фигурасының жанында 3 тор бар. 1, 2, 3. Бұл 3 тордың қалағанына король фигурасы орын ауыстыра алады. Осылай. Келесі позицияда король фигурасы шахмат тақтасының шетінде орналасқан. Бұл жерде король фигурасының жанында 5 тор бар. 1, 2, 3, 4, 5. Бұл жерде король фигурасы 5 тордың қалағанына орын ауыстыра алады. Осылай. Шахмат ойында фигураны алу деген ұғым бар. Яғни бұл дегеніміз шахмат ойында фигуралар қарсылас фигураны жей алады. Шахмат ойында әр фигура қарсылас фигураны әрқалай жейді. Шахмат ойында король қалай жүрсе, ол солай жейді. Король фигурасы кез келген бағытқа бір торға орын ауыстыра алады. Бұл позицияда көріп отырғанымыздай, ақ түсті корольдің жанында ладья және ат фигурасы орналасқан. Король фигурасы бұл екі фигураның әрқайсысын кезекпен жей алады. Бұл екі фигураны корольмен жейік. Шахмат ойын ережесі бойынша жүрістер кезекпен жасалынады. Яғни бірінші жүрісті бірінші ойыншы жасайды, келесі жүрісті екінші ойыншы жасайды. Бұл позицияда ақтар бірінші жүреді, ақ түсті король қара түсті ладьяны жейді. Енді қаралар жүреді, қара түсті король А7 торына жүреді. Енді ақтар жүреді, ақ түсті король қара түсті атты жейді. Шахмат ойында король фигурасы қарсылас фигураны жеу процесі осылай жүзеге асырылады. Шахмат ойында осындай ереже бар, сіздер оны жаттап алуларыңыз керек. Король фигурасы қарсылас фигураның бақылауында тұрған торға жүре алмайды. Бұл позицияда көріп тұрғанымыздай ақ түсті король қара түсті корольға қарама-қарсы тұр. Ақ түсті король өзінің алдында тұрған мына 3 торға жүре алмайды, себебі ол торлар қара түсті корольдің бақылауында тұр. Тура солай қара түсті король мына 3 тордың ешқайсысына жүре алмайды, себебі бұл 3 тор ақ түсті корольдің бақылауында тұр. Бұл нәрседен біз түсінетініміз, шахмат ойында екі король бір-біріне тақалып тұра алмайды, олардың арасында міндетті түрде бір тор тұрады. Келесі позиция, бұл жерде ақ түсті король қара түсті сарбазды жей алмайды, себебі бұл сарбаз орналасқан тор қара түсті корольдің бақылауында тұр. Бұл қара түсті сарбаз қара түсті корольдің қорғауында тұр десек те болады.
Келесі позиция. Бұл жерде қара түсті король ақ түсті атты жей алмайды, себебі бұл ат орналасқан тор ақ түсті корольдің бақылауында тұр. Яғни бұл ақ түсті ат ақ түсті корольдің қорғауында тұр. Бүгін біз сіздермен бірге шахмат ойындағы король фигурасымен таныстық. Бұл дәріс сіздерге ұнаса, лайк басып, пікір жазып кетсеңіздер болады.